Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймесін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше танымал тележүргізуші Диана Скатова оқырмандарының неге магистратура аяқтамадыңыз деген сұрағына былай жауап берді. Сол жылдары как раз достарымның шақыруымен ТБ саласына аяқ басқан едім. Еще логистика компаниясында істеп жүрдім. 3 жаққа бөлініп кеткен соң бір нәрседен бас тарту керек екенін түсіндім. Сосын есімді өте мықты профессор сабақ беретін. Кейде енді лекцияға бармай қаласың. Ол кісі жұмысқа тұрғанымды білді ме, әйтеуір бір күні маған «Ты что самая умная, айлықты да аласың, стипендия да аласың» деп ұрысты. Жыным ұстап қалды, өйткені ақшаға құнықпаған едім. Мүмкін бір адамның орнын алып отырмын деп сол күннен кейін бармай қойды деп жауап берді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.